같은데. 네, 괜찮아요. 이 정도면 카메라는 보이겠죠? 지금 왼손이라. Ким Сан Бум оңтүстік Кореяның ең әдемі актері, әншісі әрі моделдерінің бірі. Ол өзінің талантымен және ерекше күлкісімен баурап алады. Актер ғажайып бет әлпетімен, еңбекқорлығымен және сырлы атмосферасымен жанкүйерлерінде, түсірілім алаңындағы қызметкерлерге де ерекше әсер қалдырады. Сонымен қатар, актерлік шеберлігімен бет әлпетін қу түлкіге, нәзік періштеге және қиындыққа толы өткені бар студентке айландыра алатын актердің бүгін сіздерге жеке өмірі, мансабы және табысы туралы айтатын боламын. Бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып өтіңіздер. Ким Сан Бум 1989 жылы 7 шілдеде оңтүстік Кореяның Сеул қаласында дүниеге келген. Ол 3 жасынан бастап суретші болғысы келген және балабақшада құрдастарының алдында өнер көрсеткен. Мектепке дейін Австралияда әжесі және тәтесімен бірге тұрған. Ол кішкентайынан шоулар мен фильмдерді көргенді ұнатқан. Ал мектепте табысты футболшы, команда капитаны және шабуылдаушы ретінде танымал болған. Анасы ұлының жетістіктерін мақтан тұтса, әкесі оның оқу үлгеріміне алаңдап спортқа қарсы болған екен. Бала күнгі досы, әрі туысқан әпкесі, KISS тобының мүшесі Чени оның актерлік қабілетін ашуға көмектескен. Осылайша ол Шуньян университетінің театр және кино өнер факультетіне оқуға түсіп, факультет бағдарламаларына белсене қатысқан. Ким Бум көп оқып ізденіс үстінде болады, көптеген кастингтерге қатысады, бірақ түк нәтиже көрмейді. Ол тіпті өзінің армандарынан бас тартып, актерлікті тастағысы келген екен. Дегенмен актер бар күш-жігерін салап, талантын көрсететін бағдарламаға қатысады. Бұл бағдарламада жас актер 8-ші орын алады. Актер финалға шыға алмаса да, осы бағдарламадан соң оны дорамаларға шақыра бастайды. Басында кішігірім рөлдерден бастаған, ал жігіттің сарбаздары дорамасындағы рөлі оны жетістікке жеткізеді. Бұл дорамада тек талантымен ғана емес, сырт келбетімен көзге түскен ол көптеген жағымды пікірлер алған. Қазіргі таңда актердің қоржынында 20-ға жуық дорама және фильмдер бар. Ал актер бұл рөлдерінен 15 миллион ақш доллары табыс тапқан. Ким Бум тек кино саласында ғана қалып қоймай, басқа да өнерлерін бірге алып жүрген. Ол фортепианода өте жақсы ойнайды және ол өзінің 2 альбомын шығарған. Және ол жанды дауыста өнер көрсететін бағдарламаға қатысқан. Оның музыкалары кей-поп жанкүйерлерінің көңілінен шыққан. Актердің сымбатының арқасында көптеген қыздардың жүрегін жаулаған анық, бірақ нақты расталған 2 махаббаты бар. Бірі актриса, От Құдайы дорамасындағы әріптесі Мун Гын-йон. Бұл актриса бізге жүрегімде қалған көз дорамасы арқылы танымал. Олар 7 ай кездесіп, белгісіз себептермен 2 жаққа кеткен. Ал екінші махаббаты актриса О Йон Со. Олар 1 жыл кездескен. Қазіргі таңда актердің басы бос. Актер бір сұхбаттарында болашақ әйелінің өзіне үлкен болғандығын, сонымен қатар жетістікке жеткен қыз болғандығын қалайтындығы туралы айтқан. Сонымен қатар сүйкімді бейнесі болу керектігін және тамақты жақсы пісіретін қыз болу керектігін айтқан. Актер негізінде өте қарапайым, ұялшақ, жүрегі таза және өтірік айтқанды ұнатпайтын жан. Және де таныс емес адамдармен тез тіл табысып кете алмайды. Ал қыздармен танысқанда оның күлкісінің өзі жеткілікті. Ерекше күлкісінің арқасында одан ешбір қыз бас тарта алмайды. Дегенмен қазіргі таңда сүйікті бейнесінен ауысып, харизмалық рөлдермен көзге түсіп жүр. Сонымен қатар актер өте тазалықты жақсы көреді. Киіміне сәл дақ жұқтыртып жүре алмайды және кепка менен тымақ кигенді жақсы көреді. Ким Бум футбол және бейсбол ойнағанды жақсы көреді. Ал бұл саладағы кумирі Криштиану Роналду. Ал кино саласындағы кумирі Брюс Ли. Тіптен ол Брюс Ли туралы фильмге де қатысқан. Фильмге түсу үшін актердің өмірін көп зерттеген екен және спорт залынан шықпай диетаға отырған. Бірақ спорт зал менен диета актер үшін қалыпты жағдай. Мәселен, актер Бадам-бадам жүрек соғысы дорамасына арнайы 2 айда 10 килограмм тастаған. Ал Қақпақ асты дорамасына түсу үшін 14 килограмм тастаған. Актер 20 жыл уақыттан бері тұқым қуалайтын аурумен ауырады. Бұны 2018 жылы әскери қызмет өтеуге барғанда белгілі болған. Аурудың кесірінен әскери міндетінде толық өтеп шықпаған.
Бір сұхбаттарында ол күнделікті ауруханада тексерілістен өтетіндігін айтқан. Бірақ ауру туралы актердің өзі де, компаниясы да толық мәлімет беруге қарсы. Ал актер тағы да бір сұхбаттарында ешқандай рөлден қорықпайтындығы туралы айтқан. Шынымен де актер қазіргі таңда әртүрлі образдағы рөлдермен көрініп жүр. Және актер үшін достық өте маңызды. Өзін жалғыз сезінгенде, немесе көңілі түскенде міндетті түрде достарымен кездеседі. Және бос уақытында мүлдем үйде отырмай, достарымен кездесуге барады. Актердің ең жақын достарының бірі Ли Мин Хо. Олар Жігіттің сарбазы драмасынан кейін дос болған. Екі актер да бір-бірінің жобаларын қолдау мақсатында әрдайым бір-біріне сыйлықтар жіберіп отырады. Және тағы да бір ең жақын досы актер Шон Il-у. Актер бір сұхбаттарында әрбір жобасын осы достарымен ақылдасатынын және достарынан кеңес алатындығын айтқан. Жанкүйерлер Ким Момның әрбір жобасында ерекше рөлдермен көзге түсетіндігін мойындайды және романтикалық рөлдері оны ерекшелеп тұратындығын жиі жазады. Ал жақында актер басты рөлді сомдаған 9 құйрықты түлкінің тарихы драмасының 2-ші сезоны шығады. Міндетті түрде көріңіздер.